Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Microsoft Word объектілерімен жұмыс. Өткен сабақта біз тізімдерді қарастырдық және де кестелерді де қарастыруымыз керек екен. Кестелерден бастайық. Демек, кесте деген өте қажетті элемент болып табылады Microsoft Word'та, және де кестелердің деңгейі мен түрлері болады. Мына жерде мен бір дайын кестені қойдым. Дәл қазір осыны жасап көреміз. Кесте жасау үшін вставка мәзірінен таблица, вставка таблица деген бет ашылады. Бұл жерден бағандардың немесе жолдардың санын беруге болады, бірақ дұрысы вставить таблицу деген мәзір бөлімін таңдаймыз. Мына жерде бізде 6 баған, 7 жол керек. Число столбцов 6, число строк 7. Беріп, осылай берген дұрысырақ кестені жасау үшін. Дұрысырақ, енді мынау кестеде менде бірінші жолдардың, бағандардың өлшемдерін дұрыстап алайын. Демек, алғашқысы міне мына апарып тасымалдауға болады. Барсаңыздар, міне тышқанның стрелкасы өзгереді. Осыны осылай тасымалдап дұрыстап аламын. Так, мына жерден сәл 4 цифрасы үшін сәл кеңдеу болу керек сияқты. Және де мынаны былай қарай жылжытамын. Енді бірінші қатарда ешқандай сызық жоқ. Сол себепті мен бірінші қатар толығымен бояймын. Оң жағын басамын, объединить ячейки деген команда беремін. Міне. Ары қарай. Мында бір-екі жол бар, мынада жол жоқ. Демек, мен мына екеуін бояймын да, объединить ячейки. Сонан соң мынау үшеуін бояймын. Объединить ячейки. Және де мына жерде тоже мына екеуін бояп. Объединить ячейки, екеуін бояп. Объединить ячейки. Егер де мынау тұрғанды мысал үшін бөлу керек болатын болса, қандай да бір неге, онда разделить ячейки деген берем. Сөйтіп число столбцов мысал 4 деп берем. Яғни жаңа мәзірден объединить ячейки, разделить ячейки деген екі мәзір кестемен жұмыс жасағанда жиі қолданылады. Ортасына жазамын. Сведения о работе. Так, енді мына жерде жазу былайынан. Демек, оң жағын басамын да, мен направление текста деген берем. Маған мынадай тұру керек. Міне, жазам номер записи. Бір әріп кетіп қалды деп кәз көреміз. Мына жерге ортасына дата. Мына жаққа үшеуіне де болғандықтан мен үшеуін бояп аламын да. Направление текста. Міне былай. Номер записи. Бәсе бір әріп қате кетіп қалды мына жерде. Дата. Число. Месяц. Год. Жазамыз. Сведения о приеме на работу, о переходе на другую работу и об увольнении. Ортаға тұрады екен. Дальше. Чего внесена запись. Так, жаздық. Енді мынау тұрған сандарды жазуымыз керек.
яғни мына үшеуін біріктіремін. Қалғандары просто так жазылады, және де барлығында сандар ортада тұр. Сразу қойып қоямын, қайта жөндеп жүрмеу үшін. И дальше 2, 3. Ноль 9, 10, 19, 84. 03, 03, 19, 95. 07, 09, 19, 95. İçindeki жазуларын толтырамыз. Ортаға екен. Келесі because would. Осылай кесте толтырыла береді. Қалған жазбаларын өздеріңіз толтырып көріңіздер. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, кейбір кестелерде кестенің бір бұрышында мәліметтер болмайды. Яғни мынадай жазылып тұрады іші тола, жазылып тұрады іші тола, және кестенің бір бұрышы жоқ. Яғни көрінбей тұрады. Осы нәрсені осы жерде мысал ретінде көрсете салайын. Бізде мынау бас мәзірде главное, да? Мына жерде границы деген бар. Батырма, осының ішінде кестенің шекараларын алып тастауға болады. Нет границы. Кейбір кестелерде осылай тұрады, бір шеті бар, бір шеті жоқ. Бүкіл границасын алып тастадым, мынаны қайтып сызамын. Мынау оң жағын қайтып сызамын. Міне осындай бұрышы, бір бұрышы жоқ кестелерде болады. Шын мәнісінде біз кестенің бұрышын алып тастаған жоқпыз, тек қана шекараларын көрсетпей қойдық. Бұл әдіс өте көп қолданылады кестемен жұмыс жасаған кезде. Егер қайтып орнына келтіргілеріңіз келсе, все границы дегенді қайтып бере саласыздар. Кестемен негізгі жасалатын жұмыстар осы. Және де кестеге кірген кезде байқасаңыздар, мына мәзір қатарында конструктор деген мәзір қатар пайда болды. Осы жерден оны бояуға болады ішін. Мынау сызықтардың қалыңдығын өзгертуге болады, шекараларын реттеуге болады жаңағы. И раскраска границ деген бар. Осының барлығын мынадай етіп сәндеп жасай беруге болады. Мен уақытты алмай ары қарай жылжи берейін. Келесі бізде қарастыратынымыз ол объектілер. Объектілер, яғни объект бізде бірнеше түрлі. Барлығы вставка деген жерде мәзірде орналасады. Вставка рисунки, вставка фигуры, вставка объект word art. Яғни вставка рисункидан бастайық. Рисунок бізде жаңа қойып көрсеткенімдей компьютердің ішіндегі кез келген суретті қоюға болады. Міне. Вставка рисунок дейсіздер, таңдайсыздар, сосын оның мына бұрыштарына барып стрелкасы өзгереді. Сол тұрған 4 бұрыштардың ішіне барғанда стрелка өзгереді. Үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Осының барлығы. Және де егер де интернеттен қандай да бір суретті алу керек болатын болса, қазір мен терезені жабамын. Так.
Картинки. Интернеттен кез келген, мысалы үшін сабақтың мәніне байланысты компьютердің суреті, врачтың суреті, кез келген баланың суреті, сабақ өтіп жатқан ашық сабақтың суреті деген сияқты. Міне картинки. Кез келген суретті таңдауға болады. Міне мысалы үшін мына мышықты алайын, или мына барысты алайын, иә. Ашпай ақ мен осы жерден принт скрин басамын, обрезать деймін, және де мынау суретті осылай қиып аламын. Копировать деймін. Жаңағы менің құжатыма алып барып, міне үлкейтуге болады, кішірейтуге болады. Егер де сізде менде енді мынау Windows 11 болғаннан кейін print screen деген клавишаны басқан кезде менде арнайы терезе шығады, обрезать деген команда беріп жасай аламын. Егер Windows-тың ескі версиялары болса, print screen-ді басқаннан кейін мынаны мен скриншот қажеті жоқ деймін да. Мына жерде Paint деген компьютердің ішінде ең қарапайым графикалық редактор бар. Осы жерге алып келемін. Яғни мынау тұрған терезенің суреті. Міне мен print screen бастым. Осыны осы күйінше редактор скриншотов дейді. Не қараңыздар. Paintқа келіп қоямын. Экранның бетін скрин жасадық. Кәдімгі телефондағы сияқты. Осы жерде менде міне выделение деген бар. Батырма. Соны басамын. Өзіме керекті суретті былай ерекшелеп аламын. Сосын не болмаса мына жақтан файл копировать деп, немесе контекстный менюдан копировать деген команда басам, Word-қа келіп ставить деген команда беремін. Бұл бізде суретті қою. Кез келген суретті қоюға болады Word-тың ішіне, Paint-тің ішіне, Excel-дің ішіне кез келген суретпен жұмыс жасау командалары. Бұл командалар мен мына жерге жазып қойдым. Яғни міне жазып алсаңыздар болады. Print screen деген клавиатурада клавиша бар. Басасыздар. Егер де Windows 11 болса, просто обрезать етіп алып қоя аласыздар. Егер ондай болмайтын болса, онда Paint деген ең қарапайым графикалық редакторды ашамыз. Сол жерге Ctrl-V кірістіру, енгізу деген командан басамыз, немесе файлдан вставить деген команда береміз. Сонан соң выделить деп ішінен өзімізге қажетті бөлігін ерекшелеп аламыз. Копировать деген команда береміз. Апарып, өзімізге қажетті жерге апарып, қайтадан Ctrl-V деген комбинация клавиш басамыз. Сол кезде біздің суретіміз Word-та болсын, Paint-та болсын, PowerPoint-қа болсын, презентацияға апарып, кез келген суретті апарып қоя аламыз. Бұл бізде суретпен жұмыс. Ары қарай вставка деген мәзірде фигуры деген бар. Көбінесе құжаттамаларда мынандай сілтемелер, я стрелка, міне қараңыз. Так. Міне мынадай болады. Кез келген фигураны алуға болады. Алуға болады. Әдетте ең көп қолданылатын ол бізде жаңа біреу бірдеңе айтты, түсіндірме жазды деген осындай. Бұл фигуралардың, міне мен бассам, мына жақта арнайы
Әзір ашылды формат. Ішіндегіні алып тастасам болады. Түсін басқа түске бояуға болады. Яғни мына жерде көрдіңіздер ме, түрлі түстері бар. Маған цвет керек емес дедім. Ішіне мәтін жазу үшін шертіп, оң жағын басамын да добавить текст деген команда беремін. Бұл мәтіннің бояп алып, шрифтін өзгертуге болады, цветін өзгертуге болады. Сонан соң жирный жасап қоюға болады. Мынаның да ішіне мәтін жазуға болады. Оңға, солға деген сияқты құжаттың ішінде түрлі түсініктеме мәтіндер жазуға болады. Так. Қандай сұрақ бересіз? Мысал үшін. Так. Сұрақ. Бұл объект фигуры деп айтылады. Міне, құжаттардың ішінде қолдануға болады. Келесі объект бізде word art деп айтылады. Міне, объект word art, яғни мәтіннен басқа әдемі түрлі түсті басқа форматтағы мәтіндер. Мысал үшін реферат деп. Тоже шрифтін өзгертуге болады. Қазір қанша 36 тұр, мысал үшін еще больше істеуге болады. Әр түрлі түрлерін таңдауға болады. Бұл объектілер. Бүгін біз кестелерді және объектілерді қарастырдық. Сонымен қатар тағы да бір-екі тақырыптар бар. Жарайды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.